Сәлем баршаңызға. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен тауық еті қосылған картоп жасайтын боламын. Міндетті түрде жасап көруді ұсынамын, өйткені дәмі өте керемет болып шығады. Видеоны аяғына дейін қарап, менің каналыма тіркеліп, жаңа видеоларды жіберіп алмас үшін колокольчик все бастырмасын басуды ұмытпаңыз. Ал бастаймыз. Алдымен осылай керекті заттарымызды дайындап аламыз. Бізге керекті заттар: қара бұрыш, тұз, сұйық май, укроп, тауық еті, картоп және де магидің осындай дәмдеуші. Ішінде салатын салафаны да болады. Ендігі кезекте тауық етімізді осылай керек емес жерлерін алып саламыз. 4 бұрышты етіп турап шығамыз, осы видеодағыдай. Картопымызды ортасынан бөлеміз және бір келкі қылып турап шығамыз. Енді дайын болған өнімдерімізді ыдысқа саламыз. Үстінен укропымызды себеміз. Майымызды құямыз. Қара бұрыш, тұзымызды себеміз. Және де дәмдеушімізді себеміз. Енді барлығын бір келкі болғанша осылай жақсылап араластырып аламыз. Енді пісіретін салафанымызды аламыз. Осылай ашып, дайындап қоямыз. Дайын болған өнімімізді осы салафанға салып, бетін тығыздап жабамыз. Ішінде ауа қалмау керек, сол үшін осылай ауасын шығарып саламыз. Енді табамызға салып, осылай ішіне ауа кіріп тұру үшін зубочисткамен осылай әр жерінен тесіп қоямыз. Енді пешімізге саламыз. Мен 280 градуста 20 минут пісірдім. Басып 200 градуста тағы 20 минут пісірдім. Енді ол сіздердің пештеріңізге қарай дайын болғанша пісіріп аласыздар. Мінекей асымыз дайын болды. Өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ас болсын.